Біреулер өлетін кезде шешегім деп өліп кеткендер болған. Қанша жинаса да не істейді? Жылда жетпейді. 7 жыл жинаған, көрдіңіз ба? 7 жыл жинағанда да қажылыққа баратын ақшаны толтырамаған оқысы. Сондай түсінген адамдардың біреуі о кісінің ана ықыласына қарап, жетпеген ақшасын жеткізіп не істейді? Қажылыққа жақындаған уақыттарда сіз дайындалыңыз, ағатай. Биыл қажылыққа барасыз дейді ғой. Сонда ана кісіге айтқан кезде анау жылай береді дейді анау. Көңілі толқып жылай береді. Тіпті анау қуаныштан ұйықтай алмай да қалған ғой. Сөйтіп мына Алматыдан ұшатын болған, Шымкенттен Алматыға келетін автобуспен келеді ғой. Сөйтіп ана тамақ ішетін жерлер бар ғой, автобустар тоқтайтын жер, Сол жерге келген кезде ұйқысыраған ғой, бірнеше күн ұйықтай алмай қалған деген сияқты, Жолға шығып кетеді дейді ар кісі. Байқамайша, көрдіңіз ба, ұйқысырап. Машиналар қатты жүреді ғой. Ана кісіні не істейді? Машина қатты келе жатқан машина соғып кетеді ғой, көрдіңіз ба? Сол жерде жан тапсырады дейді, сол жерде жан тапсырады. Ана кісі әшейін дайындалмаған, тек қана ақша жинамаған ғой. Дұғалардың бәрін жаттамаған дейді ғой, көрдіңіз ба? Қажылықта орындалатын дұғалар, қажылық туралы айтылатын аяттарға дейін жаттамаған. Жан тапсырып жатқан кезде, адамның жүрегі қысылған кезде ішіндегінің барлығы шығады негізі. Ана кісі жан тапсыратын кезде не деп өтеді? Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда уан ниъмата лака вал мульк ла шарика лак деп тәлбиені айтып өмірден өтіп жатыр дейді. Осылай жан тапсырып кетті дейді ғой. Сол жылғы қажылық болады, елден келген кісілер осыға келген кезде, осы жақтың шейхтарын айтқан кезде, иншалла дейді, ертең қияметте ихрам менен лаббайкасын айтып тіріледі дейді, иншалла. Өйткені пайғамбарымыз сөзім хадисі бар, адамның мұсылманның амалы жеткізбеген нәрсеге ниеті жеткізеді дейді, иншалла. Қанша ниет қылды, бірақ амалмен істей алмаса да ниетіңізбен жетесіз соған.